Мектеп қабырғасында өтілетін сабақтар балаға үлкен әлемге есік ашатын табалдырық болуы керек. Бала мектепте ала алмаған білімін өсе келе жоғары оқу орнында немесе өз ізденістері арқылы ала алады. Мектеп кезінде кейбір пәнге қатысты қызықты даулы мәліметтер айтылмайды. Назарларыңызға сондай деректердің бірнешеуін ұсынамыз. Джомолунгма шыңы жер шарының ең биік нүктесі ме? Эверест су деңгейінен ең жоғары орналасқан нүкте. Бұл мәліметпен бәрі де талассыз келіседі. Бірақ оны жер шарының ең биік нүктесі деп атайтындарға қарсы шығушылар да бар. Егер жер ортасынан бастап өлшесеңіз, ең биік нүкте Чимборасо жанартауы екен. Оның биіктігі 6384,4 километр. Ал Джомолунгма шыңы 6381 километр. Осылай өлшейтін болсақ, Эверест жер шарындағы ең биік 20 шыңның тізіміне де ең биігі екен. Сондықтан жер бетіндегі ең биік нүктені өлшеуге қатысты даулы пікірлер көп. Бір уақытта жер шарының солтүстік және оңтүстік жарты шарында футбол ойнауға бола ма? Бразилиядағы Эстадио Мильтон де Соуза Корреа футбол алаңын барлық адамдар Зерауо деп атайды. Себебі аталмыш футбол алаңының ортасындағы сызық дәл экватор сызығының үстінде орналасқан. Сондықтан екі команда кездескенде клуб намысын ғана емес, өз жарты шар намысын да қорғайды. Адамдардан барынша алысқа саяхаттауды армандайтындар үшін ғалымдар Немо нүктесін ойлап тапқан. Егер сіз Немо нүктесінде орналассаңыз, ең жақын деген құрлыққа жету үшін 2688 километр қашықтықты жүзіп өтуге тура келеді. Немо нүктесін 1992 жылы Харвард инженері Хрвое Лукателла әлемдік картаны компьютермен модельдеу арқылы анықтады. Лукателла Жюль Верннің адамзаттан алыстап жыраққа ұмтылған кейіпкері капитан Немоны негізге ала отырып, географиялық нүктеге Немоның атын берген. Бір-бірімен түйіскен 4 штат. ақш-та Юта, Аризона, Нью-Мексико, Колорадо штаттары түйіскен жер бар. Бұл орынға туристер суретке түсу үшін арнайы ғимарат салынған. Аустралиядағы қорған Ресей-Қытай шекарасынан да ұзын. 19 ғасырда Австралияда қойлар экономиканың маңызды саласы болды. 1880 жылдары фермерлер қойларын жабайы динго иттерінен қорғау үшін ұзын қоршау сала бастады. Бүгінде қоршаудың ұзындығы 5614 шақырым. Салыстыру үшін айтар болсақ, Ресей-Қытай шекарасының ұзындығы 4209 шақырымды құрайды. Ең құрғақ мекен. Қазір оны Сахара немесе Қарақұм деп айтып жүр. Анықтамаға қарасақ, жер бетіндегі ең құрғақ мекен деп жаңбыр сирек жауатын мекенді айтады. Мұндай мекен Антарктидада орналасқан. Антарктидадағы шөлге жылына 50 мм ғана жауын жауады, ал Сахара екінші орында. Әр 6 айда мемлекеттік туын ауыстырып тұратын арал. Бұл арал Бидасо өзенінде орналасқан. Жылдың алғашқы 6 айында Испанияға, қалған 6 айында Франция иелігіне өтеді. Жергілікті әкімшілер әр 6 айда туды ауыстырып тұруға мәжбүр. Бұл үрдіс соңғы 300 жылдан бері жалғасып келеді.